Мен Тоқсанбаева Гүлзира Болатбекқызы Қосбұлақ жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Сынып жетекші ретінде менің негізгі мақсатым оқушыларды жан-жақты дамытып, белсенділік қабілеттерін ашу, патриоттық тұлға қалыптастыру. Түрлі шығармашылық жұмыстарға оқушыларды тарту арқылы өздеріне деген сенімдерін нығайту. Өз мақсатымды жүзеге асыру барысында тәрбиенің 8 басым бағыты бойынша түрлі тәрбиелік іс-шараларды өткізіп, сынып сағаттарында жаңа әдіс-тәсілдерді пайдаланып келемін. Бала тәрбиесі баса назар аударатын мәселе. Баланың бас ұстазы ата-ана десек, онда ата-анамен бірлескен жұмыс жақсарғанда ғана бала тәрбиесі жандана түсері анық. Ал мектепке ата-ананы тарту мәселесі оңай емес. Ескі форматта өтілетін бір сарынды жиыннан жалыққан десек те қателеспейміз. Сондықтан да мен сынып жетекші ретінде ата-аналарды қызықтырып, жаңашыл кездесулер өткізуді жолға қойып келемін. Соның бірі соңғы үлгідегі өткізіліп жүрген цветная вечеринка түрінде ата-аналар жиналысын ұйымдастырып, ерекше қарсы алдым. Ата-аналардың көңіл-күйі көтеріліп, жиналысымыз жақсы басталды. Ата-ана мен баланың қарым-қатынасын нығайту мақсатында түрлі жаңа заманауи әдіс-тәсілдерді қолдандым. Жиынның бірінші кезеңін ата-ана баласының үй тапсырмасын орындау кезінде қаншалықты қолдау көрсетіп, қадағалайтын аңғарту мақсатында дәптер баламның айнасы атты айдарына арнадым. Ата-аналар каллиграфиясына қарай өз баласының дәптерлерін танып алды. Нәтижесінде өз баласының жазуына қаншалықты көңіл бөлу керек екендігін сезініп, рахметтерін айтып жатты. Сонымен бірге әр бала жеке тұлға тақырыбында постер қорғап, ойларын нақтылап жеткізді. Сынып жетекші оқушының екінші анасы. Осындай міндетті мойныма арқалаған мен оқушыларымның саналы ұрпақ болып өмірден өз орындарын табатын, отанына адал қызмет ететін азамат болып өсулері үшін аянбай еңбек етемін.